Бисмиллах, бүгінгі тігетін көйлегіміз осы. Ал енді осы көйлекті жасау барысында сіздермен қолдай отырыңыздар. Қазақша контентті лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ал мен сіздерге керекті дүниелерді көрсетіп жатырмын мына жерде. Өз керектілеріңізді ала отырыңыздар. Ұнап жатса, тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, қоя кетіңіздер. Ал мына жерде бізде негізгі бөлік етекті және астар бөлігін, бірінші етекті көрсетіп жатырмын. Оны қиып аламыз. Лекала бойынша жаңа көрсетілген. Осылай жанымызға алып қоямыз. Қиып алғаннан кейін келесі асимметриялық бөліктерін дайындайтын боламыз. 3 асимметриялық етек болады. Бұл жерде 1,5 метрлік матаның ені болғандықтан екі қабаттаймыз да, сол тігіс тігетіндей қылып орын қалдырып, лекала бойынша тігіп кесіп алатын боламыз. Бірінші асимметриялық етек осылай алып, кішкене артығымен лекаладан алып аламыз. Себебі жанына регелен тігілетін болады. Сол себептен артығымен алып аламыз. Осылай қырқып аламыз. Бұл бірінші асимметриялық етек болады. Мына ортаңғы бөлігі асимметриялық және кішкентай бөлігі. Келесі жеңімізді модельдейміз. Мына жерде осылай модельдетіп, мына жерде фонарик сияқты болып тұрады, манжет қойылады. Келесі бізде алдыңғы бөлімді қырқатын боламыз негізгі матаға. Мынау желбірден бастаймыз қазір. Ары қарай барлығын керегін қырқып аламыз. Жеңін осылай кесіп аламыз негізгі матаға. Ары қарай артқы бөлігін негізгі матаға кесіп аламыз және астар бөліктерін кесіп алатын боламыз. Негізгі бөлікті де астар бөлікті де кесіп жатқан кезде насечка беріп, орындарын көрсетіп кетеміз. Бір-біріне тіккен кезде сол арқылы дұрыс тігілетін болады. Ал енді біз астар бөлігіндегі арқа бөлігін бір-біріне қосып тігетін боламыз. Келесі жалғастырып алдыңғы бөліктерін насечка берген жерлерін бір-біріне сәйкес келтіріп, инелеп, барлығын тігіп шығатын боламыз. Алдында екі бөліктен 4 бөлік болады, ол айқасып тігілетін болады. Әрбір тігілген бөлікті үтіктеп, мына жерде алдыңғы бөлікте үтіктеу үшін насечка береміз көкірек бөлігіне, себебі жақсы жату үшін. Әйтпесе тартылып қалатын болады. Осылай бастырып, үтіктеп, жақсылап бастырып аламыз. Алдыңғы бөлігінде, артыңғы бөлігінде және астар бөлік мен негізгі бөлікті де барлығын жақсылап үтіктеп барып, тіккен жөн. Ары қарай біз енді етек бөліміне көшеміз. Етек бөлімде мына жерде орын қалдырып барып, арт жағын біріктіріп тігетін боламыз. Бұл ең астыңғы астар бөлігі болады. Дәл осы размерде негізгі бөлімде бар. Етегін осылай регеленмен 5 см регеленмен тігетін боламыз. Оң жақ бетіне қаратып емес, теріс жақ бетіне қаратып тігіп шығатын боламыз. Бірінші, сосын екінші шетіне айналдырып қаратқан кезде оң жақ шеті таза тігіс болып шығады. Артық ештеңе көрінбейтін болады. Ал теріс жақ бетінде барлық тігіс барлығы да уже жасырын түрде астында қалып кететін болады. Ол көйлектің етектерінің ортасында көрінбей қалып кетеді. Осылай айналдырып тігіп шығатын боламыз. Регелен енді айналдырып тігіп біткеннен кейін сәл артық қылып аламыз. Екі шетіндегі окантовкаларын бір-біріне қаратып, қайырып алып тігіп аламыз. Ары-бері жылжып кетпес үшін, әрі аяқты басқа жерлерде жырып кетпес үшін осылай қайырып алып тігіп аламыз. Осындай красота шығады. Кішкене қайырылыңқылап тұрған жерлерін сәл үтікке басып алсақ, әдемі болып тұратын болады. Ал келесі енді жоғарғы жақ бөлігін, иығын, жан-жақтарын тігіп аламыз. Одан кейін қосырмаларын тігіп алатын боламыз. Келесі енді жеңі, астар жеңі. Мына жеріне кең болып кетейін деп тұр.
лекал боюнча мен мына жерден былай кылдым. Ошол жер боюнча тигемин. Былай карай алып келем. Енді жеңді осылай келтіріп қадап алдым. Мынаны былай тігетін. Мына жоғары жағын отырғызып тігу үшін қазір қалдырып қойдым. Екі шетінде солай инелеп қойдым. Қазір мен мынаны бір жиыру үшін кішкене орнықтыруға. Былай жасадым. Енді тігемін. Ал енді негізгі бөліктер, негізгі матаның астындағы астардың бетіне тұратын мата болып, мына жағынан тігеміз. Сосын мына етегін мына ригелинмен тігіп шығатын боламыз. Мына жерін замокқа тікпей қалдырып кеттім. Кейін замок тігетін боламыз. Енді мына жерден бастап тігіп бастаймын. Мен бұл қылдым. Мынандай артығымен кесіп алдым. Кішкене көп жандырып тастайық. Енді мынаны қайырып тігіп жіберемін қазір. Сразу бүйтіп қайырамын дағыны. Осындай красота шықты. Бұдан да красота болады деп ойлаймын. Мынау кішірек асимметриялық несі юбкасы. Мынау орташасы, мынау ең төмендегісі. Сонымен осы үшеуінің барлығын тігетін біріктіретін жерлерін біріктіріп, тігіп, ригелерін салып шығамын. Дәл бағанағы сияқты болып шығады. Мынау алдындағы ортасынан қосып аламын деген қосып алған жерім. Мына етек осы жерден былай қарай. Былай сосын ары қарай үлкейіп кете береді. Сосын мына жерден емес, мына бел жақтан бастап ригелен тігемін. Бұл жолы алдындағы етекті тіккендегідей өстіп барып бүйтіп қана емес. Бұл жолы былай тағы бір қайырып өстіп тігетін боламын. Осылай инелеп алдым. Қазір осылай тігеміз. Кешіріңіздер. Мен тігіп болдым. Енді осылай асимметриялы болып тұрады. Оны кейін жинап тігетін боламын. Мына етектерді бел жағынан жиыру үшін әрқайсының белін осылай бір сызық қылып тігіп шығамын. Сосын мына жібінен тартып жиыратын боламын. Қазір мына алдыңғы бөліктерді қосып тігеміз. Алдындағы астар бөліктерді қалай қосып тіктік, дәл солай бұларды қосып тігетін боламыз. Алдымен артын қоспай тұрып, алдымен артындағы мына жерде вытяжка, мына жерде вытяжканы тігіп аламыз.
сіздерге бір лайфхак түсіруді ұмытып кетпін. Өзім тігіп жатырып қазір есіме түсті. Мына желбірі алдында тұратын. Егер де сіздерде аврилок жоқ болатын болса, аврилоктың орнына мынандай қылып обработка жасасаңыздар болады. Қараңызшы қандай әдемі болып шығып жатыр. Иә? Ол үшін мен мынаны бүйтіп сәл бұрыңқырап, сәл кішкентай қылып мынаны зигзагқа қойып тігіп жатырмын. Осылай шығады, осылай тіге бересіз до конца. Окей, екі желбірімде болды. Мына желбір істіріледі, сонда мынандай болып әдемі болып тұратын болады. Осылай желбір әдемі болып осы жерге тігіледі. Осылай болып келеді. Мына жағда былай тігіледі, былай тігіледі. Мына сапақ сияқты болып тұр да. Кейін осы жердің бәрі астарға тігіледі. Мынау білезік жағы бағана екі жеңді де өстіп жинап алдым. Осындай пышный болып шықты. Осындай пышный жең. Енді мына жеңнің жоғары жағын тігіп аламын. Сосын тартып жирамын. Жеңімізді индейміз. Бірінші қолтығын түсін кетіреміз. Одан кейін сосын төбедегі кесік бар ғой, кесілген соны келіп, сосын мен инелеп шығамыз. Мына жақ бетін уже солай инелеп қойдым кетіріп. Сосын ана қаласа болғаннан кейін мынандай болып шығады. Мына иығы, мына астар жағы, мына негізгі бөлік. Өткен кезде былай тұрады. Соның мына жердегі бөлігін иықпен иығын беттестіріп алып, мына жерін тігіп қоямын, чтобы арпен жылжып кетпес үшін. Міне. Иық. Осылай тұр. Мына жақтарын. Ал ішінде мынандай таза обработка. Басқа жақтар ішіне кіріп кетті. Астарын қосайын деп, бүйтіп инелеп қойдым. Ана алдыңғы жағын, мына жерін осылай болып инелеп қойдым. Енді соны тігетін боламыз. Бір шетін ғана инеледім. Соны бір шеті инеленген шетті тігеміз. Иықтан бастап тікемін. Былай қарай тігілген жоқ. Енді осы мынау оң жақ беттен былай тігіп шығатын боламын. Бірінші артық жеттен бәрін алып тастаймын. Астармен қосып жатырмын. Астын беліне былай инелеп алып жатырмын. Қазір осылай сыртқа қарай қылып, осылай айналдырып тігіп шығамын. Бұл астында қалады. Сол кезде мына жерде шов, чистый шов болады. Киген кезде тап-таза болады. Мына сияқты тігістердің бәрі тап-таза болып тұратын болады. Осындай етек болды. Мына жерлерге барлығын қыстырдым. Мына біріншісі, мына екіншісі, мына үшіншісі, мына астардың бетінде тұратыны. Сонымен осындай красота шықты. Қазір енді бағанағы көйлекке етегіне қосып тігетін боламын. Мына астарын мына бетімен бірге былай тіккен болдым. Енді ол мына жақтан қараған кезде мына жағы тап-таза болып шықты астынан қарағанда. Ал мына жақтан осылай шықты. Енді бағанағыны дайындап алған мына юбкамызды мынамен бүйтіп тігетін боламын астынан. Былай қаратып аламыз да. Өстіп тігіп, сонда мынау астында қалып кететін болады. Жеңнің манжетін осылай қиып алдым. Мына жағын 5 см.
Бұны екі бүктейміз. Мына жағын 32 см қылдым. Артығын кесіп тастайтын боламыз. Былай тігіп аламыз. Сосын бүйтіп айналдырып, тігіп, сосын мынаны бүйтіп қайырып тағы да тігетін боламыз. Мінекей, қазір инелеп қойдым. Былай тігілді. Міне, осыны айналдырып тігіп, сосын айналдырып тіккен кейін арғы бетінен шығарып, мынаны кіргізіп тіккен кезде чистовый болады обработка. Мына былай айландырып тіктім. Мына артық жіптерін кесіп тастаймыз. Осылай болып шықты. Енді бұны артық жіпін кесіп тастағаннан кейін мынаны былай қайырып, былай асырып қоятын боламын мына жерден. Сосын мынау сызық бойымен тігіп шығамын. Сонда көрінбей қалады. Мына былай тікілгенді қайырып қойдық. Мына жерден енді тура ортасына келтірдік. Енді ақырындап отырып тігеміз. Осылай